Так, қыздар, бізде бұл енді бірінші бисквит. Бұл жерден бізде 2 торттың бисквитін бірден жасап жатырмыз. Қайталап өтемін. 3 шоколада және шоколадный карамель. Осы 2 торттың бисквитін қазір жасаймыз. Мен сіздерге бірақ тех картаға әр торттың рецепттерін бөлек-бөлек жазып көрсететін боламын. Так, енді бізде не зат бұл жерде? Мұнда менде қант, жұмыртқа, мұнда менде сармай. Сармай қандай процентте болатыны без разницы, кез келген қолдана бересіздер. Қатты оған мән берудің қажеті жоқ. Менде мұнда сұйық май, растительное масло. Мұнда бізде разрыхлитель. Мұнда менде ванильный сахар. Ванилимен шатастырудың қажеті жоқ екен. Көп қыздарды білем, ванилимен шатастырады. Ванилимен шатастыратын болсаңыз, бисквитіңіздің барлығы бөлінетін болады. Міне осы ванильный сахарды қолданып жатырмын мен. Мұнда менде какао малайзийский, сода және уксус. Уксустың қандай процентте екенін астына рецептке жазып кетемін. Мынау ұн және сүт. Сүт салқын болмау қажет, бөлме температурасында болғаны дұрыс. Енді біз алдымен не істейміз? Енді мен қазір барлығын кухонный комбайнға жасаймын, бірақ сіздер қол миксермен жасай берсеңіздер болады, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Так, енді не істейміз бірінші? Менде мұнда қант, сармайды қосамыз үстіне. Сармай бөлме температурасында жұмсақ болып тұру қажет. Осының үстінен растительный масло, сұйық май. Қазір осы үшеуін бір айналдырып аламын. Ал мұнда бізде сухой заттар, яғни сухой заттың барлығын бірге араластырамыз. Так, мен үлкенде ыдысқа ауыстырып ала салайын оны. Так, мұнда бізде сода. Ванильный сахар. Мынау разрыхлитель. Және какао. Какао барынша малайзийский какаоны ала беріңіздер. Осының дәмі жақсы шығады. Көбісі рахаттың қолданады да, бірақ рахаттың түсі кішкене, қалай айтсам екен, бисквиттің түсі кішкене шоколадқа ұқсамайды, бір басқаша қара оттенок береді. И рахаттың дәмі маған қатты ұнамайды. Сол себептен малайзийский қолданамыз. Бірақ тортпен айналысып жүрген қыздардың барлығы білетін шығар, малайзийский какао дұрыс екенін. Так, қазір мен 3 затты араластырамын. Мұнда қант, сармай, сұйық май. Үшеуін араластырамын да, одан кейін барып жұмыртқа қосам. Сосын сүт және сухой заттарды бірге араластырамыз. Енді жұмыртқаны салып жіберем. Кішкене араластырдым, 20 секунд қана араластырдым. Жұмыртқаны үстінен саламыз да, барлығын бірге араластырамыз. Және бізде уксус бар, уксусты қосып жіберем. Так, мен барлығы толық араласып кеткенге дейін араластырдым. Қазір жұмыртқа, қант, сармай барлығы бірігіп кетті. Енді қазір мен сүттің жартысын құям, заттардың жартысын салам, солай біртіндеп құятын боламыз. Барлығын сетадан өткізіп салам.
тортпен кішкене араласып кетті. Біз араласпаған жерлерді қысқынан алып жіберейін. Так, сүтті құям. Және барлығын салып жібереміз. Так, енді қазір мен тоқтатпай 6-7 минут араластырам. Қазір общем массаға сіңіп кеткенге дейін бірінші жай араластырам. Егер де қазір бірден жылдамына көтеретін болсам, ондардың барлығы сыртқа шашырайды. Сосын қазір барлығы араласып кеткенге шейін баяу жылдамдықпен айналдырам. Одан кейін миксердің ең жылдам айналатын жылдамдығына қойып, тоқтатпай 6-7 минут айналдыратын боламын. Так, бізде тесто дайын, қазір көрсетем. 6 минут бойы тоқтамай айналып тұрды. Ал енді бізде кольцоға пісіреміз. Кольцоның диаметрі 18 сантиметр. Осындай раздвижный кольцоға мен фольганы ораймын, 2 қабат қылып. Мынау бірінші қабат қазір. 18. Так, енді екінші қабат қаптаймын. Және фольгамен қаптаған кезінде де фольганы осылай қалдырудың қажеті жоқ, өйткені бізге бисквиттің көтеріп жатқан кезде кедергі жасайды. Сол үшін барынша шетіне қойып тастаймыз фольганы. Қыздар, менде тесто осылай шықты. Осындай кішкене сұйықтау болады. Енді осыны қазір екіге бөлеміз де осылай пісіріп аламыз. Екіге ровно алып құямын. Екіге бөліп алдым тестаны. Енді қазір қызып тұрған печкаға 150-160 градус шамада 1 сағат көлемінде пісіреміз. 1 сағаттан кейін шпажка тағып көреміз. Егер де піспеген болса, тағы да бар болса әлі, онда тағы 10-15 минут береміз тұруға. Өйткені әркім печкасы әртүрлі пісіреді, соған байланысты шпажка тағып көреміз. Қыздар, бисквиттер менде осылай пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін мен пищевой пленкаға орап, холодильникке салып қойдым. Холодильникте менде 1 күн тұрды. Қазір енді осы әр кожды 3-ке бөлетін боламыз. Так, мен басын кішкене кесіп тастаймын. Қыздар, бисквитті қалай кесуді білмейтіндер болса, бисквитті кесуге арналған осындай өзінің арнайы пышағы болады, сонымен кесеміз. Мен тех картаға суреттерінде қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар қандай пышақ екенін. Екінші торттың коржынды тура осылай 3-ке бөліп аламыз. Так, енді біз қазір торттарға пропитка жасаймыз. Ол үшін бізде қант, сармай и 33% сливка керек болады. Так, осының үшеуінде барлығын бірге қазір қайнатып аламын. Так, қыздар, менде пропитка қайнап шықты. Қазір ыстық болып тұр. Осылай ыстықтай кезінде кождың бетіне құямыз. Шпатель көмегімен тегістеп жүрейін.
Енді тура осылай қалған бисквиттің барлығына құйып, мастихиннің көмегімен немесе шпательдің көмегімен бетіне жайып шығамыз. Біз кожның барлығына пропитка жасадық. Енді қазір мына кож менде кішкене осылай балқып тұр. Әзір менде тортты құрастыратын болсам кішкене қиындау болады. Сол үшін мен қазір 15 минутқа морозилкаға салып қоямын. Сонда бізде кождарды алып құрастыра беруге ыңғайлы болады. Так, қыздар, біздің бірінші тортымыз бұл бізде 3 шоколады торт еді. Соған біз қазір бірінші мусын дайындаймыз. Ақ шоколадтан жасалатын мус дайындаймыз. Бізде 3 шоколадыда екі түрлі мус болады. Біреуін осындай ақ шоколадтан жасаймыз, біреуін молочный шоколадтан жасайтын боламыз. Так, менде мұнда белый шоколад Callebaut. Мұнда сливки, 2 сливки, менде екеуі 33%. Мына сливкиді, салқын сливкиді мен қазір осы салқын күйінше миксермен взбивать етіп қоюландыратын боламын. Ал мына сливкиді қазір мұнда ыдысқа құйып, мен қайнатып алып келем. Қайнатып, мұнда шоколадтың үстіне құятын боламыз. Ал мұнда бізде желатин мен су. 4 грамм желатин, 4 грамм желатинға 24 грамм су құямыз. 1 грамм желатинға 6 грамм судан есептелінеді. Бізде желатиніміз дайын болып тұра берсін, суды алдын ала құйып қоямыз. Так, мен қазір сливкиді қайнатып алып келейін, сосын шоколадтың үстіне құйып жібереміз. Так, бізде сливкиді қайнатып алып келдім. Шоколадтың үстіне құямыз. Так, осы ыстық сливкидің көмегімен шоколад бізде ериді. Егер де ысытқан сливкиларыңызда шоколад ерімей жатқан жағдайда микроволновкаға салып кішкене ерітіп алсаңыздар да болады. Так, енді осының үстіне мен қазір дайын болған желатинді салып жіберем. Енді болмаса бізде тұра тұрсын, оға дейін мына сливкиді қазір қоюландыратын боламыз. Сливки менде салқын. Осылай миксердің көмегімен тоқта астан айналдырсам қоюланады. Осымен сливки де қоюланды, мұны. Енді екеуін бірге араластырып жіберем қазір. Бізде мұна жаңағы шоколад пенен сливки, қайнаған сливки құйған болатын. Және бізде мұна массаның температурасы 33 градустан төмен болу қажет. Өйткені 30 градустан жоғары болатын болса, сливкиді сұйық болып жүреді. Біз енді екеуін бір-біріне араластырамыз. Бізде мус дайын, енді қазір осыны бисквиттің үстіне құятын боламыз. Так, қыздар, енді мынау біздің бисквиттің сыртына кальций орнаттым, қатты қысып. Осының үстіне қазір мусты құямын да холодильникке жіберем. Так, осылай қазір мен 15-20 минутқа морозилкаға саламыз, сосын барып келесі кожды бетіне қоямыз. Так, бізде мына мус қатты қатып қалған жоқ, әлі кішкене жұмсақ. 10 минут, 15 минут тұрды морозилкада. Енді үстінен келесі кожды саламыз. Бұл кождың үстінен сосын барып шоколадный мус жасап, соны құятын боламыз. Енді біздің екінші мус, бұл бізде шоколадный мус болады. Бұл жерде менде Қазақстан шоколадын қолданып жатыр, молочный шоколадқа. Желатин, су, 2 грамм желатин менде. Так, суды алдын ала қазір дайындап қояды, оны араластырып.
Мұнда менде сливки, мында сливки, екеуі де 33% сливки. Қазір мына сливкиді мен грамммен жазып қоятын боламын сіздерге, тек картаға. Массасы аз сливки, осыны қазір қайнатып алып келіп шоколадтың үстіне құятын боламын. Ал мына сливкиді салқын күйде қазір миксермен тоқтатпастан айналдырамын. Біздегі алдыңғы мусс жасалынды ғой, бұл да тура солай жасалады. Бұл жерде тек қана шоколадты ауыстырдық біз. Қазір мына сливкиді қыздырып әкеп, мына үстіне құятын боламыз. Так, менде бұны сливки қайнап келді. Шоколадтың үстіне құйып жібереміз осыны и араластырамыз. Егер де сливки шоколадымызды толықтай ерітпесе, онда микроволновкаға салып, тағы да кішкене ергенге шейін араластырып тұруға болады. Немесе водяной бане жасап, астына тоже ерітіп алуға болады. Қазір мына ыдысқа қайта құяйын, өйткені мына бізде шиша болғаннан кейін ыстық бірден шығып кетеді. Сливкидің температурасы шоколадты ерітуге жетпей қалады. Ал мына темір ыдыс ыстықты ұзақ сақтайды. Сол себептен ыстық температура сыртқа шығып кетпейді, шоколадты ерітуге сливкидің ыстықтығы жетеді сонда. Қазір желатинді дайын болып қалды. Бізде желатинді де қосып жібере саламыз үстінен. Так, шоколад бізде дайын. Енді бізге сливкиді қоюландыру қажет. Бізде шоколад дайын. Қазір біртіндеп еріп жатыр ішіндегілер. Қазір сливкиді миксердің көмегімен қоюландыру. Так, мына сливки бізде қоюланып шықты. Салқын болғаннан кейін миксермен 3-4 минут айналдырсаңыздар, осылай тез қоюланады. Так, бізде енді шоколадтың үстіне осыны араластырамыз. Бізде мұнда шоколад та дайын, сливки де дайын. Енді екеуін бірге араластырамыз. Осымен біздің мусс дайын. Мен қазір торттың үстіне осыны құятын болам. Қазір шоколадның муссы торттың бетінен құямын да, и 10 минутқа морозилкаға жіберем. Содан кейін барып, келесі қожды бетіне қоятын боламыз. Қазір морозилкаға жіберем. 10 минут тұрсын. Так, бізде мусс кішкене ғана қатты. Енді қожды бетіне қоя берсек болады. Мен обычно торттың ең бетті қабатына, ең түзу қожды қоямын. Және на қожды біз қазір төңкеріп қоямыз. Болды, осымен біздің тортымызды құрастыруы бітті. Бізде холодильникте кемінде 5 сағат тұру қажет. 5 сағаттан кейін сыртына оформление жасай беретін боламыз, қаптап. Қазір енді холодильникке жіберем. Жена бетіне қазір пищевой пленка орау қажет болады. Қазір мен біздің екінші торт шоколад карамельдің кремін жасайтын болам. Кремге бізге не қажет? Мұнда менде кәдімгі кремчез, яғни творожный сыр, сливки 33%, мен мұнда чудский озерін қолданып жатырмын, сахарная пудра және сармай. Алдымен не істейміз? Бірінші сармай мен сахарный пудраны жақсылап миксермен араластырып аламыз. Яғни бізде түсі кішкене ағарады, соған дейін миксермен тоқтатпай араластырамыз. Бірінші баяу жылдамдықты араластырамыз, өйткені бірден қазір жоғары қоятын болсақ шашылады. Сосын біртіндеп жылдамдығын көтереміз. Так, сармаймен қант араласып кетті. Енді осыған творожный сырт саламыз. Және салған кезінде барлығын бірден салмаймыз, 3 бөлікке бөліп саламын. Қазір мен бір бөлшекті салдым. Осыны араластырып аламын.
бөлшек араласты, енді тағы бір бөлшек саламын. Үшінші бөлшекті саламыз. Барлығы араласып кетті, енді сливки құямын. Болды, бізде крем дайын. Қазір құрастыратын боламыз. Кремді ровно 2 бөлікке бөліп, осылай 2 кондитерский мешокқа салып аламын, өйткені қазір тортты құрастырып жатқан кезінде бізге солай ыңғайлы болады. Так, енді біздің тортымызды құрастыруға кірісейік. Мұнда корж. Бетінде біз пропиткасын жасап қойдық. Енді кальцияны кигіземін. Так, мұнда крем дайын бізде. Мынау біздің дайындап алған карамеліміз. Кішкене холодильникте тұрған соң қойыланды. Мұнда бізде вафельный крошки. Және мұнда бізде шие замороженный. Яғни мұздатылған. Былай жасаймыз. Креммен бірінші шет-шетіне құйып шығам кремді. Сосын былай құям. Камерадан көрініп жатыр деп ойлаймын. Осындай думалақ-думалақ қылып құйып шығам. Қазір бұл жерге біз карамель құятын боламыз және вишняны салатын боламыз. Көрініп тұр деп ойлаймын, міне. Осылай құйып алдым. Бұл кеселі тағы кетейін. Енді мына әр қуысқа мен қазір карамель құйып шығам. Қасықтың көмегімен. Енді сол карамель құйылған жерге мен вишняны салып шығам. Енді осының үстінен кремді қайтадан құямын. Енді келесі коржды саламыз. Енді бұл жолды тура солай жасаймыз. Крем шет-шетіне құямын. И осындай қуыстар жасап шығарамын. Кремді құямыз. Осының үстіне вишня. Так, ортаңғы қабатқа енді осы вафельный крошкадан себем азалық. Бетін креммен жабамын. Және шпатель немесе мастихиннің көмегімен тегістеймін. Енді ең үстіңгі қабатты жабамыз. Бетін пищевой пленкадан ораймын да холодильникке жіберем. Сыртындағы обтяжкасын істеуден бұрын бізде кемінде 4-5 сағат холодильникте тұру қажет.